Баршаңызға қайырлы күн, қымбатты мен оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Асхана арнасы. Бүгін мен сіздерге ешқандай да весаны және де миксерді қажет етпейтін өте әдемі, дәмді және де кестелі болып шығатын жұп-жұқа блинчиктің рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны мұқият соңына дейін қарап, каналға тіркелмеген болсаңыз, дәл қазір осы қазақша контентті қолдап каналға тіркеле қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен 3 дана жұмыртқамызға 2 ас қасық қантымызды саламыз, 2 ас қасық сұйық майымызды құямыз және де кіші шай қасықтың ұшымен ас содасымен тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Және де 2 бокал суымызды, 2 бокал сүтімізді құямыз. Температурасы маңызды емес, холодильниктен шыққан сүтті қолдансаңыздар да болады. Ең бастысы осындай бокалмен өлшеп алғаныңыз дұрыс. Менде бұл бокалдың көлемі 300 мл. Барлығын жақсылап араластырып алып, үстіне електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Ұнның көлемі 23 ас қасық. Және де оны өзіңіздің өлшеген бокалыңыздың көлеміне байланысты қосып немесе азайтып жасасаңыз болады. Барлық ұнымызды комочек қалдырмайтындай етіп жақсылап осылай езіп аламыз. Енді табамызға майымызды құйып, табаның қызғанын күтеміз. Табамыз қызған кезде барып жарты ожаудан осылай смесімізді құйып, екі жағын қып-қызыл етіп пісіріп аламыз. Егер сіз блиниді алғаш жасап жатқан болсаңыз, онда сіздің табаңыз үйренгенге дейін алғашқы 1-2 блинчигіңіз табаға жабысып қалуы мүмкін. Одан еш қорықпаңыз, одан кейін келесі блиниларыңыз жақсы шығатын болады. Барлық құймақтарымызды осылай жұп-жұқа етіп пісіріп аламыз. Менде дәл осы қоспадан 32 дана блини шықты. Достар, дәл осы рецептпен мен бала кезімнен жасап келе жатырмын. Шамамен 30 жылдан аса уақыт дәл осы рецептпен жасаймын. Сондықтан да осы рецептке сеніп сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Және де алдағы уақытта блинчиктардың түрлі рецептері шығады. Сондықтан да дәл қазір каналды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Мінеке достар, біздің кестелі ажурный блинчиктарымыз дайын болды. Өте жұп-жұқа, нәп-нәзік және де өте дәмді құймақтарды сіздер де дайындап көріңіздер. Бір жасағаннан шығатын ең сенімді рецептпен сіздер де дайындап көріңіздер. Және де отбасыларыңызды, балапандарыңызды осындай тәтті дәммен қуантыңыздар. Ал енді құймақтарымызды дастарханға қалай әдемі етіп ұсынамыз, соны көрсетейін. Ол үшін құймағымызды дәл осылай 3 бұрышты етіп 3 жағынан ораймыз. Және де ең астыңғы жағынан жоғары қарай ораған кезде бізде дәл осындай формада дайын болады. Өте әдемі, дастарханның көркін ашады. Ал келесі әдісі тіптен оп-оңай. Дәл осы видеодағыдай жасап шығасыздар. Міндетті түрде осылай қонақтарыңызға ұсынсаңыздар болады. Дастарханыңыздың көркін ашып, ерекше әсемдік беріп тұрады. Сондықтан да бұрын жасап көрмеген болсаңыз, дәл осылай дастарханға ұсынып көрсеңіздер болады. Мінекей біздің құймақтарымыздың барлығы дайын болды. Ең соңғысы дәл осылай өзіміздің күнделікті ұсынып жүрген әдісімізбен дастарханға қойсаңыздар болады. Және де ортасын салмамен де салмасыз да осылай ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді бір жасағаннан шығатын құймақтарды сіздер де дайындап көріңіздер. Егер де менің видеом ұнаса, міндетті түрде каналға тіркеліп, поделиться батырмасы арқылы достарыңызбен бөлісе жүруді ұмытпаңыздар. Пока-пока.